Баршаңызға ұшақ бортынан сәлем. Бүгін 29 қыркүйек, ол деген мен Алматыға Қайрат және Реал Мадрид арасындағы болатын футбол матчына бара жатырмын деген сөз. Матчта кездескенше. Орталық стадион Алматы. Атмосфера көріп тұрғандағыздай адам көп. Біз дейтін кіреберіс жаққа жүріп бара жатырмыз. Ар жақта фанаттар айғайлап жатыр. Қараңыздар, Қайраттың шариктері, мына жақтағы Қазақстанымыздың туы. Ту сатып алып жатырмын. 1000 теңгеден. Давай, открывай. Одевай. Абай даңғылы бойымен келіп едік, адам масқара, сосын волонтерлар бізді Байтұрсынов көшесі бойындағы кіреберіске жіберді. Адам аз деп, шынымен де қанша минут тұрдық? Бір 15 минуттай тұрған шығармыз. Ал кіріп, біз өзіміздің орнымызға орналастық. Стадион артта, жанкүйерлер, күшті атмосфера, күшті эмоция. Мбаппе хет-трик жасады. 76 минутта.
Шығып қайтып келе жатырмыз. Мына жақта жол жабық. Жол ашық жерге барып такси шақыртып қайтамыз. Егер қазір ұтсақ қой шіркін, бүткіл көше болып өлең айтып қайтатын едік. Ол күнде келер. Біздің көшеде де той болар.